Сәлем барлықтарыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен алдымызда тұрған дәл осындай, яғни ювелирный тростан жасалатын осындай әдемі ерекше чокер жасайтын боламыз. Өте әдемі. Қараңыздар. Өте әдемі жасалады. Әдемі көрінеді, мойында өте әдемі тұрады. Және жасалу жолы да өте оп-оңай. Мінекей. Жасап көруге сіздерге кеңес етемін. Ендеше алдымен каналға тіркеліп қолдап кетіңіздер. Бұл мен үшін үлкен шабыт береді, алда осындай түрлі қызықты видеолардың шығуына себеп болады. Сол себепті каналға тіркеліп қолдап кетіңіздер. Ендеше видеомызды бастайық. Мінекей бізге керекті заттар мен осындай, яғни жасыл түстен жасаймын, беконустан, және бізге серебристый, яғни күміс түстес бусин керек болады, және бізге осындай ювелирный трос керек болады. Ең алдымен өзіміздің мойнымызға қарай қиып аламыз ювелирный тросымызды. Мінекей, яғни ювелирный тросты қиып алдық. Енді не істейміз? Екеуін бірдей қыламыз осылай. Және бұған біз кримп, осындай кримп болады. Осыны біз кигізетін боламыз. Мінекей, дәл осылай кримпімізді кигіземіз. Мінекей. Және осыны басына дейін, яғни осылай апарамыз. Мінекей. Міне бізде өзі осындай дөңгелекшеніп қалады. Апарған жерге апарамыз. Және осыны дұрыстап, міне осылайымызбен осылай қысып тастаймыз. Мінекей, бізде осындай көрініс пайда болады. Ендеше, енді лескімізге, яғни тросымызға моншағымызды жинай бастаймыз. Яғни мінекей, маған керек түсті. Ең алдымен міне күміс түсте саламын. Осыны екеуіне кіргіземін. Міне, осылай кіргіземін. Және оны шетіне дейін осылай апарамын мінекей. Енді әрі қарай міне екеуіне екі бөлек жасылды беконусты кигіземіз мінекей. Біреуіне осылай әр тросқа осылай жасыл беконусымызды кигіземіз мінекей. Енді екеуін бірдей қылып ұстап тұрып, күміс түстес бусинімізді кигізетін боламыз мінекей. Екеуіне бірдей қылып кигіземіз. Мінекей. Бізде сонда осындай көрініс пайда болады. Әрі қарай осылай қайталаймыз. Қайтып екі тросқа, яғни бөлек-бөлек жасыл беконустан кигіземіз. Мінекей. Енді екі тросты бірге ұстап, күміс түстес бусинімізді кигізетін боламыз. Мінекей. Қатты қыспаймыз, итермейміз, барынша осылай бос жасауға тырысамыз. Мінекей, бізде осындай көрініс пайда бола бастайды. Осылай тросымызды жинап шығамыз. Қайтадан жасыл беконус екеуін бірдей қылып ұстап, күміс түстес бусинімізді кигіземіз. Мінекей. Төменге апарамыз. Мінекей. Бізде осындай көрініс пайда болып жатыр. Осылай жалғастырамыз. Мінекей, қараңыздар, мен жинап алдым. Яғни жинап болдым, өте оп-оңай. Осылай жинап аласыздар. Соңында осылай бізде күміс түстес, яғни бусинмен аяқталу керек. Енді әрі қарай мынандай дөңгелекшені, яғни қалай жасаймыз? Ол үшін бізге қайтадан кримп керек болады. Мінекей, бізде дайын болды. Міне, бізде басы осылай шықты. Енді осыны соединительный колечкомызбен карабинімізді кигізетін боламыз. Мінекей, бізге осындай кішкентай ғана соединительный колечко, карабин және осындай цепочка керек болады. Ең алдымен соединительный колечкомызды ашып аламыз. Ең кішкентайы болған жақсы, өте сәнді, әдемі көрінетін болады. Осыны ашамыз. Мінекей, осыған карабинімізді кигіземіз. Мінекей. Енді осыған осы басын кигіземіз. Мінекей, тросымызды кигіздік, дайын болған. Енді соединительный колечкомызды жауып тастаймыз. Және тағы да бүйтіп қысып-қысып жібереміз, ашылып кетпеу үшін. Мінекей, бізде осындай дайын болды. Енді келесі де дәл солай. Соединительный колечкомызды ашамыз. Мінекей, соединительный колечкомызды аштық, осыған карабинімізді кигіземіз. Мінекей. Және тросымызды кигізетін боламыз. Мінекей, осылай кигіземіз. Енді осыны жабатын боламыз. Мінекей, бізде осындай чокер дайын болды. Мінекей, бізде дәл осындай чокер дайын болды. Өте әдемі, ерекше. Оны осындай жалғадым. Қараңыздар, өте әдемі. Мінекей, бізде осындай әдемі болып тұрады.
Дүкендегіден ешқандай айырмашылығы жоқ. Қараңыздар, өте әдемі, ерекше көрінеді. Мойында өте әдемі тұрады, өзінің формасын сақтап тұрады. Мінекей. Бізде осындай 2 чокер пайда болды. Қараңыздар, өте әдемі, ерекше. Каналға жазылып тіркеліп кеттіңіздер. Видео ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіңіздер. Комментарияға не ұнады, түсінбеген жерлеріңіз болса жазылып, видеоға лайк басып өтіңіздер. Жаңа ғана видеомда осы тростың яғни осы дөңгелекше қылып қалай аяқтау керектігі видеомда түспей қалыпты. Соны көрсетіп жібергім келіп тұр, бөлек видео түсіріп. Енді қараңыздар, біз осындай ювелирный тросты аламыз, басын көрсеткен болатынмын. Яғни кримпті алып, екеуін бірдей қылып ұстап, мінекей, кигіземіз екеуін. Мінекей, кигіздік, және оны басына дейін апарамыз осылай. Бізде бетіп қатты итерген кезде өзі осындай автоматты түрде осындай дөңгелекшеніп шығады. Және біз оны осы жерден қысып тастаймыз, ол жерін көрсетпеймін. Ол түсінікті деп ойлаймын. Енді мінім, келесі жағын біз қалай аяқтаймыз, мінекей, моншақ толтырдық. Енді соны қалай аяқтаймыз дейтін болсақ, мінекей, осылай кигіздік. Тросымызды, яғни кримпімізді тросқа кигіздік. Енді мына біреуін алып, бір жақ тросымызды алып, қайтадан осы кримпке кіргізетін боламыз, мінекей, бетіп кіргіземіз. Мінекей. Және бізге круглогубцы керек болады. Осыны осылай ұстап тұру арқылы төмендегін біз басамыз, яғни осылай төменге тартамыз. Бізде осындай дөңгелекше шығады. Енді осы жерден кримпімізді қысып тастаймыз, және осы екеуін осы жерден осылай қиып тастаймыз. Сонда бізде осындай 2 жағы осындай дөңгелекше пайда болады, мінекей. Енді түсіндіңіздер деп ойлаймын. Бізде осындай пайда болады.